Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ибрахим KZ арнасы. Бүгін біз Counter-Strike ойынын бастайтын боламыз. Бұл 3-ші бөлім. Уәде еткенімдей, бүгін біз классический ойнайтын боламыз. Әрине біз қазір классическийді қай кезеңде ойнасақ екен. Бұл жолы біз классическийді мына кезеңде ойнайық. Ал енді бастаймыз. Міне. Бұлар и бастадым. Міне. Мына пистолеті дегеннен. Кешіріңіздер достар. Ойынның бірінші бөлімінде айта кеткенімдей реклама болып кетеді. Бір жауымыз келеді. Өлтірдік. Екінші жауымызды да. Үшіншіні. Бесіншіні. Міне достар. Біз ұтып келе жатырмыз. О, 15 победитель. Крутой. Стиг алып алдық. Екіншісінде енді екі оқ жоқ білмеймін. Келеді. Енді біз қаруланы тартып аламыз. Міне мына нәрсемен опа. Өлтірдік. Құртығандарымыз секісті. Опа. Мені. Атып атырық достар. Үшінші жауымыз өлді. Так. Опа. Төртінші. Оттық достар. Біз өлтірдік. Азан тұратын сейтін. Қарбағаны. Оттық достар. Аллаққай. Достар. Тағы бір секунд. Қызысты өлтірдік. Екі адам кетті. Үшінші адам кетті. Мына жерде керемет пулемет жатыр. 800 Енді осымен біз шабуылға кірісетін боламыз. Қанекей! Достар, біз жаңа раундымызды бастадық. Опа, қыз өлтірдік. Чөті достар, өміріміз азайып жатыр. Тығылатын қорғаныштар керек. Міне мына жерге тығылып атсақ, оқ тимеуі мүмкін. Аттадық. Оны да. Енді оны да өлтірдік. Аллақай! Ура, достар!
2 адам өлтірдік, басып. Қай жақта жау бар, көрейік. Достар, опа, міне. Көрдім, қай жаққа атып жатқан. Әлі 2 адам бар. Опа. Айтқан. Қағаздан болған сияқты. Жүзін алмай қойыңыз. Автомат алған дұрыс. Менің берер кеңесім сіздерге осы, достар. Міне, бір жау көрінді алдымыздан. Достар, 5000. Настоящий снайперден өліп қалдық. Ойынның дауысын азайтып қояйық, себебі менің дауысым сіздерге ойынның дауысынан көрі. Достар, біз жаңадан қару алайық. Так, автоматы. Мына жерден қайсысын алсақ болады? Достар, мынау автомат пен мынау автомат бір-біріне ұқсайды, бірақ мынау және мынау екеуі жарады. Давайте біз мынаны алайық. $8000 тұрады. Кешіріңіздер, достар, реклама шығып кетті. Опа. Секіреміз. Достар, тағы сол адам өлтірді. Міне мына қыз. Бұл өмірі снайпермен жүреді. Дәл осы. Снайперін мүлдем тастамайды. Тіпті өліп қалып, басқа адам алып қойса да. Жүрген сияқты. Зекенің алдынан зене ақтабылар. Ал мінекей, достар, ақындатып кеттік. Ойынымызды жалғастырайық. Так, достар, тағы да Игл өлтірді. Игл деген тағы міне мынау қыз. Кешіріңіздер, достар, бізде реклама шығып кетті. Ал, достар, жылы ұтатын сияқтымыз. Абайлау керек. Міне, осындай. Екі режимі. Бірінші режимі простой. Сондықтан екінші режиммен ата беру керек. Бірінші режиммен себебі тез ата тобақ. Түк ойын. Бірақ коробка болсан, бүкіл целый террорист әскерін қырып тастадық, достар. Ана жерге келдік. Кечек. Міне. Бірінші режиммен біреуін өлтірдік, келесін. Екінші режиммен өлтіреміз. Міне. Біреуін өлтірдік, достар. Мен саған екіншісін бір досым өлтіріпті. Достар. Спецназ. Победитель. Достар, біз жеңдік. Яғни біз спецназбыз, достар. Мұнда бір шықырлаған видеода дауыстар болса, айып етпеңіздер. Шулы болып кетті, достар. Сол үшін кешіріңізді сұраймын. Ал міне екінші режиммен бәрін қырайық. Бір адам өлтірдік. Так, достар, ана жерде бір адам отыр. Достар, жанына барып атпасақ болмайтын сияқты. Бірақ оны қаншама адам қорғастап отыр. Ура, достар! Біз ұттық. Достар, біз
Игл деген қыз снайпермен тағы да бізді өлтіріп тастады. Бірақ бұл жолы ең азан $1500 тұратын снайпер екен. Достар, енді біз $15,000 жеткізіп жіберейік. Атысып әйтеуір жабысып өлген адам бар екен ана жерде. Соны қаруын потихоньку алып кету керек бізге. Так, достар. Мына пистолет. Міне. Шорт снайперге қарағанда өзі бар. Жерден тұрып атамыз. Міне. Атып тастадық. Екіншісі. Байқайық қырдан көріп қалуымыз мүмкін. Ал, достар, тағы да біз. Әрине ол спецназдар ұтты. Спецназ ұтты. Міне. Достар. О май гад, достар. Өлтіріп тастады. Достар, біз жаңа қару алуымыз керек сияқты қазір. Міне, мына дробовканы алсақ, кешіріңіздер достар, реклама шығып кетті. Мына дробовканы алсақ, бізде пайда өте көп болады. Ақшаны бірден қайтара аламыз. Міне, ол тез өледі. Неді негізінен? Тез өлтіретін еді. Опа. Оп. Достар, тағы атамыз. Ой, достар, олай емес ау. Достар, бізді өлтіріп тастады. Игл, дәл осы қыз бізді өлтіріп тастады. Кешіңіздер, реклама шығып кетіп жатыр. Айып етпеңіздер. Бұл жол бізде қай адам қалған екен? Спецназдардан бір адам қалыпты. Жоқ, террористер жеңіп кетті, өкінішке орай, достар. Достар, біз жаңа раундқа көштік. Не туа болып қалды? 25. Какая разница, бірақ мынаны көрейік. Кешіңіздер, достар, реклама шығып кетіп жатыр. Кешірім сұраймын, үлкен. Айып етпеңіздер, ойында көп реклама шығып кетіп жатса. Ох, достар, тағы да өлдік. Игл деген ең мықты адам снайпермен өлтіретін. Стиль деген ол өзі стильданып жүреді. Стиль деген сөздің мағынасын білетін шығарсыздар. Аты да сондай, өзі де сондай. Самогонный. Мына жерде. Ох, достар, no! Достар, біз өліп қалдық. Ал енді, достар, біз жаңа раундқа көшейік. Игл, өздеріңізде біліп тұрған шығарсыздар. Достар, бізде енді $15,000 бар. Аллақай, достар. Бізде дәл сондай снайпер сатып алайық. Кешіріңіздер, реклама шығып кетті. Үлкен кешірім сұраймын сіздерден. Міне, біріншісінде осылай тез өледі. Бірақ екіншісінде no болады. Осымен, достар, мен видеомды аяқтаймын. Мен каналыма жазылып, яғни подписаться кнопкасын басып, қоңыраушадағы все деген жазуды басуды ұмытпаңыздар. Және менің арнама лайк басып, жақсы комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға қош сау болыңыздар, достар.